Ассаламу алейкум, сайгылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Патмеси Даметова чалышам бешімдікі сатқа бойле мәлімат. Чырақлар, генератор ве сернікілер. Анайурт қасабасында ұшық yok. Меселені Сабрие Алимова угренді. Бұл арада Сарабыз қасабасы чамурға бата, yolsuzлық ве батақлық. Сәкенлер 21 асырның шарайтлерінің не заман көрежек екенлер. Қырым Тибетінде инновациялар. Ярмадамызда бірінші сефер 2 муреке памилият кечірілді. Оның әлерінде бақыр Қырым татарларының ананеви эшяларына чеварале. Аджей Пустанин София Шукурова көрішті. Бұл ведегер хаберлер ақта бозым яйнымызда сир етіңіз. Крымский Титан заводының топлағычына бір суткада 50 000 кубометрден зияды техник сув келіп қошула. Бұақта вице-премьер Назир Юрий Гацанюк Джумхуретнің елбашчысының көрішкен вақытта хабер атты. Шыркет территориясында уч скважина қазылы башланды, ішлер 250 метрлік теренлікте алып барыла. Бұл сув құлануына кедер етмемезлік үшін япыла, қазма ішлер бір суткада 12 000 кубометр техник сув чықармаға имкан бережек. Бұл ішлер сувның кейфеті неве ичімлік сув етішмемезлігіне тесір етмейджек. На территории Горцево-Армянска превышение по хлористому водороду не установлено. Кроме того, Сергей Ильич, установлен стационарный автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха, который работает в круглосуточном тестовом режиме. И вся информация автоматически высвечивается. На все виды загрязнений берет, так? Да, то есть на все вещества, да, то есть не только на какое-то конкретное. Да. Ну, в первую очередь, конечно, по хлористому водороду. Шыркет Бурайдан зияде чалыша шымды толу шекілде титан модельерні ішлеп чықара. Зарарлы шейлер дарқалуы себебінден пейда алған боржылар йоқ етілді. Ичтимai меселелер ақта айтыла жақолса, айлықлар вақтында ве толу шекілде толенілі. Хатырлатамыз августы 23-24 күнлері Ирмени базар шерінде белі олмаған шейдер қалды. Бұл ақта ичтимai ағларда ерлі сәкенлер хабер әттілер. Бұл ерге желе қызметінің қадимлері чықып, тешкерувлер кечірділер. Сентябрның 4-інде Сергей Аксенов хабер еткен акыбой ярмадамыздың шималінде зарарлы шейлерінің меғдары ола білген нормадан ашты. Шерде муниципаль қызметлерінің фаалиетіні доғыртмақ үшін оператив штаб яратылды, сәкенлеріні тахлие еттілер. Шымды Ирмени базарда вазиет стабильдір. Полис хадимлері Русияде асақ етілген Хизбут Тахрир тешкелатында іштирак еткенлерінің адвокатыны яқылады. Крыминформ сайтында хабер етілгеніне көре Эмиль Курбединов пропаганда ве халық көгінде экстремистик тешкелатларының тымсалерінің нумайыш етілуінде қабатлана. Адледжи мемури ұқуқ бозуында қабатлана, она жезауларақ 1 яда 2000 рубле жөреме яда 15 суткалық абстайлене біле. Хатырлатамыз 2017 сененің январь айында экстремизмге қаршылық көстерген меркез тарафындан Эмиль Курбединовны 10 суткаға яқылағаны да. О вақыт адледжи ичтимai ағларда Хизбут Тахрир тешкелатының тымсалерінен месседжларны ерлештіргенінде қабатланғаны да. Қырым сәкенлері 2023 сенесіне қадар топрақ дамартыларына керек олған мүлкетлік ұқуқларыны сәделештірген тертіпте ресмелештіре білежеклер. Бүгінде Виле Думасы Қырымда вяқярда топрақ дамартыларына мүлкетлік ұқуқларыны ресмелештіруде сәделештірген тертіп девам етірілежегі ақта қанун лейқасына бірінші оқуында қол тұттылар. Бұл лейқаны Қырымдан олған мебус Руслан Бальбек ве ақярлы мебус Дмитрий Белик кірсеттілер. Руслан Бальбекнің сөзлеріне көре қанун лейқа топрақларыны кираға алып, құлланған бақча ве дача ортақлықларының цеплеріне гараж кооперативлері ве адлие шақысларына айт. Дело в том, что не все жители полуострова смогли по упрощенной процедуре оформить документы на свои участки. По всей внешней схожести российское и украинское законодательство имеют глубинные различия. И процесс переоформления – это достаточно длительная и сложная процедура. За последние полгода ко мне поступали многочисленные обращения от крымчан, которые были обеспокоены тем, что не успели воспользоваться упрощенной процедурой. Для того, чтобы жители полуострова избежали путаницы без дополнительных усилий и финансовых затрат завершили оформление своих участков, сегодня Госдума утвердила законопроект.
Ана юрт қасабасының сәкенлері яны елні ұшықнен қаршыламаға арзу етелер. Бел ұлғаны кыбы қасаба екі қысымданы барет. Оның бірінші қысмында ұшық бар, екіншісі есе чоқтан ұшықсыз яшай. Инсанлар бұл мәселені өз күчлерінен чізмеге тырышалар. Чирақ ярығында жаған сәкенлерінен мұғбіріміз Сабрия Алимова қонышты. Ышық yok, böyle şarayette yaşamak mümkün mü? Қасаба шерге яқын керлеші, ләкин шарайтлер yok. Бұл қасабаға келгенде санки кечмішке далған кібі оласын. Чирақ генераторлар ичун бензин сатып алынмасы ерлі сәкенлер ичун енді алышлықлы шейдер. 2008 senesinden başlap generatorunun yardımının ev kurdum. Da iş çok, endi benzin almak için para yok. Мемет Халилов нефақаджы. Генератор ичун яқарлық сатын алмақ қиын. Бұңа пара етішмей. О, не ичун қасабаның эксери қысымы ұшықсыз қала деп айретлене. Вот наша печечка. Мына bu soba bizim yardımcımızdır. Işıksız yaşaymız, tek o bizge yardım eti. Mında 4 transformator koydular, lakin ışık ala da yok. İnsanlarının çoğusu mında 10 yıldan beri yaşay. Olarının muracatları ve mektuplarının akimiyet idareleri dolu. Lakin mesele çözülmegen qala. Ana yurtның sakinleri bu meseleni özleri çözmege karar aldılar. Bu kasabada 1200 qoronta yaşamakta, lakin olarının yarısı şaraytsız oturalar. Көргеніңіз gibi insanlar komşulardan mına böyle elektrik ağlarını geçireler. Lakin olar öz sağlığına tesir edebilirler. Bu elektrik ağları evden evge girlandalar gibi asılı turalar. Bu hafiflidir. Sakinler özleri bunu anlaylar. Böyle vaziyette yaşamak insanların canları için tehlikedir. Ama çare yok. Çünkü olarının müracaatlarını bir kimse eşitmege istemey. Что за договор вы держите в руках? В 2017 Kırmenerge teşkilatının mukavele imzaladık. 2018 senesinden ışık olacak dediler. Söçükler bar, plomba etilgen. Elektra ağlar alındı. Öz paramızga satın aldık. Endi bekleyimiz. Işık da yok. Ахмеджит мемориятында ise bizge böyle cevap berdiler. Bu kasabanın elektrikanen temin etilüvü federal maksadlı programmaga көрсөтүлген. Azırlıq işleri endi yakunlendi. Yakın vakitlarda çok beklenilgen ışık vesikaları olgan 40 korontada peyda olacak. Проложено около 3 километров линии электропередач. Подрядчиком является ООО «Максимум». Работы выполнены практически на 100%. Крымэнерго на сегодняшний день должен завершить процедуру технологического присоединения. Эти работы планируется закончить до конца 2018 года и сдать объект в эксплуатацию. İnsanlar tezce gerekli proseduralarını geçip vesikalarını tertipke getirseler, diğer 40 korontanen beraberlikte olarının evlerine de ışık geçirilecek. O zaman yanı yılını da yarıqnen karşılamağa mümkün olacak. Sabriya Alimova, Ervin Emiraliyev, Magomed Nesturov, Millet üçün. Ахмеджит районының башқа қысмында есе сәкенлеріні да бір меселер атсызлай. Андаки елар санки маниялар юлағыдыр. Асфальт еріне чамур батағы. Сарабус қасабасында екі соғақның сәкенлері боле балчық ішінде қатнамаға мечбурлар. Ескірген дренаж системасы нормаль елар олмағаны бұл ернің инсанларыны рейне алына кетіредір. Тәфсілетлі жайшы Шулакованың левқасында. 30 лет не можем добиться того, чтобы хотя бы нам грейдером прошли, мы уже не просим асфальта. Yol tegizde gül çevrechette çokurlar. Erşe Некрасовның şiirindeki kıbı. Tek at arabası yetişmey. Novaya Sadovaya ve Sevastopolskaya sokaklarının sakinleri endi atta taciplenmeler. Ama onların kolem ile sayısı gün-günden arta. Endi çokurga tuşkende maşinalarının bamperleri yerge tıyıp kete. Yollar mında maniyalı yolakны andıra. Bu sokaklarda tamir tap Sovet devrinde yapılğanıdı. 30 yıl devamında Sarabus kasabasının yolları yuvilip ve eşilip bitti. Yağmur kanalizasyası olmağanı sebebinden yaramay havada bu yer akıqi batakka çevrili. Ne acele yardım maşinası geçe ne de balalar mektepke ve bala bahçalarına yetip baralar. Есть такие ямы, которые действительно глобально нужно засыпать. Крупной фракции. А не так, что привезли самый дешевый это щебень, который рассыпается. Вот это все по Садовой, в Новосадовой вы увидите, как там все это разваливается. Фракция этот щебень, он не держится.
то, что просто закрывает нам глаза. Чох еллар девамында бу сокакларның сәкинләре бу мәсьәләне үзләре чизмәгә тырышалар. Бу күнгә чох пара ве күч масраф ителде, амма буның нәтиҗәсе күренмәй. Мәсьәлә еңгенлекле чизелмәй. Ерле хакимият органнарына мурачатларга исә кулак асмайлар. Ответили, что финансов на наши улицы для того, чтобы пройти грейдером и засыпать щебнем, нету. Когда я попросила просто пройти грейдером, мне сказали, что толку от этого не будет. Бу сокаклар тамир ителәчәк, амма бираз беклемәк керек. Киләчәк сенет тизелгән нефбеткә күрә оларны чакыл иле төшемәгә планлаштыралар. Умумен Сарабузда 160-тан зиядә сокак бар. Олар эпосы тамир ителүвне беклейләр. Такой большой пласт не перевернуть и не за год, и не за два. Поэтому в планах у нас сделать везде нормальные дороги, сделать везде освещение. Мы постепенно к этому движемся. Сарабузда 2-нче дәрәҗәле сокакларда юл тамиры планлаштырылган вакытта мерkezдә инде иш кайнай. Касаба абаданлаштырыла. Ленина сокагында ве Мельничный аралыгында эски бордюрларны ве тротуар плиткасыны көчүрәләр. Кедер эткән терәкләрнең пытаклары пычылды. Bundan соң асфальт эшләр башланачак. Булар эпосы касаба шурасының параларына. Двояко, я бы сказала. И нужно, но не совсем ко времени. Хорошо. Слава Богу, что делают. Ну, вообще-то хорошо, но сильно много беспорядка. Думаем, что наш центр будет в порядке, в идеальном, и будет все у нас отлично и прекрасно. Бу эшләрнән берабер бер вакытта Ленина сокагында газ борулары ерләштерелә. Бу 2 километрлек газ юлыдыр. О Ленина ве кооперативная сокакларның сәкинләренең шәр газ магистраленә кушачак. Эпосы эшләрне киләчәк автаның сонына җип бетермәгә ният этәләр. Уже труба проложена, испытана. Можно закапывать, и класть асфальт. Енді тезден касаба яшаган аилеләрнең evләрендә мавы якарлык пейда олачак. Юллар акта айтсак исә бу мәсьәлә чизелмәсе өчен сакинләр сабыр этмелиләр. Айша Шулакова, Владислав Кравцов, Миллет өчен. Психология социализации личности в современных условиях. Поколение Z. Вызовы и возможности. Деген мевзуда Кырым Мундислик педагогика университетінде Рухият кафедрасы Невбетеки Ильми Амелият конференциясыны кечере. Университетнің топлашу салонында Русияның белі алимлері, етекчі рухиятчылары, ожалар ве студентлер топландылар. Малюмат физасында инсанның хавсызлығынен бағлы мевзулар музакире етілді. Нормы нравственности. То, что держит любую нацию, любой народ, любую семью. Все это идет на основе высокой нравственной морали. Нравственность будет обогащать экономику. И сегодня вот эта проблема, она дискуссионная, но она очень актуальна. Вот это мы подтверждаем конференцию. Мы хотим всесторонне рассмотреть эту проблему и разобраться, что же все-таки происходит, в чем нужна помощь родителям цифровых детей, а в чем нужна помощь самим цифровым детям. Это и вопросы психотерапии и психоконсультирования, это вопросы педагогики и воспитательных методов. Конференция «Экокун» девам этежек эпсы штиракчыларны Русияның етекчі мутихасысларындан ачық лекциялар ве мастер-класслар беклей. Bundan da гайры то керек масада çalışacak. Бүгін Қырымда бірінші кересі уникаль амелиятлар кечірілді. Жұмхурет үшін нейромодуляция ве нейростимуляция кібі аңламлар тек назари шекілде белі еді. Шымды есе қытадан келген мутихасларының ярдымынен бізде де бөлі амелиятлар кечірілежек. Зиманевит Едевеленовның усулары ақта мұхбирмыз София Шукурова тариф етежек. Амелият масасында 30 яшындaki эркек ятауы бірінші группа сақаты. Бұл адамға чоқтан рассеянный склероз деген диагнозы қойылған еді. Бұл хасталық себебінден эркек зорнен юрейді. Нейрохирург, невролог, рухиятчы, реабилитолог кібі әкімлер тақымы хастаның тақдерні денештірмеге істейлер. Олар бұл адамның вүжудына помпа ерлештірелер. Бұл помпа иляч дозасыны доғрудан доғру хастаның арқа мейініне йолламақ керек. Этот насос позволяет тому, чтобы лекарство, которое пациент принимал через рот, поступало непосредственно к спинному мозгу. Причем в дозе в 500, а может быть и в 1000 раз меньше, чем если бы он принимал его в таблетках. А эффект снижения спастики
будет гораздо лучше. Мотехасыслар ышандыралар ки бунун зарары олмас. Yüksek технологик тертибат әрбір хаста үшін айры шекелде эким тарафындан тезіле. Керсетілген илячның дозасы, яни миқдары есаплана. Были помпанен хаста учтен 6 айгачы ичбір иляч ичмеседі олур. Амелияттан бір хач сат кечкен сон хаста енгілік дуюп башлай. О нормаль яшайшына хайта. Одна ампула стоит 2000 рублей. Сегодня пациенты ввели 2 ампулы. И этого хватит ему на полгода. Если бы он принимал таблетки, то цена бы гораздо больше была, которую он должен был потратить. Қырым табиеті үшін бір янылықда. Бұл нейростимуляциясыдыр. Были амелият енді ярым адамызда да кечіріле біле. Инсанның омырғасына инже электрод ерлештіріле. Оның ярдымының хастаның баш мейіне электрик импульслер йоланыла. Тамам олар ағыртыны тоқтаталар. Были амелияттан сон хастаның ичбір ері ағырмай. Требуется подбор индивидуальной, опять же, дозировки этого лекарства. Вот. Что касается нейростимуляции, когда устанавливаются электроды в позвоночный канал, тут тоже достаточно индивидуально, от нескольких часов до нескольких дней. Все это время обычно люди находятся под наблюдением врачей. Были амелиятның фияты тахминен 1 400 000 рублені тәшкілеті. Хайдет мелики Русия гражданлары үшін бұл толысынен бедава япыла. Тибби квоталар ішлетілі. Русияда 1 ел давамында нейромодуляция бойынша 100-ге яқын ве нейростимуляция бойынша 800-ге яқын амелият кечірілді. Данные операции, они облегчат гражданам, ну и населению, пациентам нашим Республики Крым намного течение самого заболевания. На самом деле операция уникальна, и с каждым годом наше учреждение будет проводить их все больше и больше. Тахминен 5 ел девамында Қырымның тибиет севиесі яны дәрежеге көтерілді. Земаневи yüksek технологик донатмалар пейда oldu. Ярым аданын мутехасыслары мемлекетіміздің en яқшы тиби мерkezlerinde тәсил алалар. Енді бізім әкімлеріміз ағыр амелиятларны да кечіре білелер. Ве хасталар четелге бармайып, ватанымызда тедавилене білелер. София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Өз халқына қызмет еткен yazıcı Исмаил Гаспринский адына китапханесінде публицист Терджиман Закир Куртнезернің доғанындан 85 елығына бағышланған хатыра ақшам олып кечті. Тедбірде әдебиетшінің туғанлары ве яқынлары yazıcılar бірлігінің азалары, зиялылар ве жематчылар іштирак еттілер. Закир Куртнезер Қырым татар әдебиятының инкишафына бойық ісек қошқан инсандыр. Оның ижади yolu 1957 сенесі башланды. Өзбекистанда Чешет район ве Жумхури газеталарының хадимы еді. 20 елдан зияде Йылдыз мejmuasының баш муарир муавины оларақ çalışты. Yazıcının торын айтқанына көре тамам bu инсан өз мисалінде оны журналист денатыны сечмеге илхамландырды. Совершив хадж, он сидел дома, смотрел на меня и задался таким вопросом: что ты от жизни хочешь? Мне всегда интересовало путешествие, и я всегда думала, что журналистика – это такая профессия, которая, вот, собственно, мне интересна. Я хотела бы путешествовать, узнавать все новых людей, узнавать каждый раз что-то новое. И он такую вещь сказал, что журналистика – это не просто профессия, это то, чем нужно жить. Закир Куртнезер фаль жемат ве динербабы оларақда белейді. Yazıcыға о 85 елығыны қайретмек үшін тек 2 ел етішмеді. 2016 сенесі январының 13-де о бұ фани дүнияны терк етті. Кефеде Иван Айвазовскийның галереясында реставрация кечірілежек. Бұақта Жумхурет елбашчысының матбуат қызметінде хабар етіле. Тамиратқа 100 миллион рубль айрылacak. Аксенов беле ресамның ішлеріні сақлағанлары үшін музей хадимлеріне де тешекүрлеріні білдірді. Ресамның Қырымдаки коллекциясы Авропадаки ең ескі ве бұйық топламларындан бірі деп сайыладыр. Галерея есе 19 ғасырның сонында тешкіл етілген ады. О Русия империясында тек бір ресамның есерлеріні тақдим еткен екене музей еді. Бақыр оның әлерінде жезвелерге гугумге яда дегер Қырым татар мели еш ясына чевреле. Бақчысырай районын Базарчық көйінде яшаған электрик қайнатыжы өз ұсталығының әркезіні айретте қалдыра. Оның балалықта пейда алған мерағы бұйық истидатқа чевралды. Уста бақырда насыл шелер япқаныны мұхберіміз София Шукурова біле. Вдохновение должно быть, любовь к этому должно быть и твое желание, что делать.
Егер бу кебе алеметлер олмаса, махсулат япылмас дей уста. Чох ел дәвамында ул буны яхшы аңлады. Истек ве кейф олмаса, ишны белле бер вакытка токтатмак керек. Знаешь, что его можно согнуть, потом выпрямить. Ну, вот такой вот этот диалог, да, мастера и металла. Бахырнен ишлемек енгіл дегіл. Hazırlanған бахырға Рифатаға Куртвелиев орнек кечере. Сонра атеште яха, бедар пәте. Оның айтқанына көре, о бахырнен субет тізе. Уста өзішіні дуймақ керек. Рифатаға Куртвелиевнің адеттен тыш, ама бұ қадар дүлбер эснафқа мерағы тап балалықта пейда олған. Шу заманлары о ағаштан оймасына огренген. Бұндан сон баяғы ағыр ішке, яни бедей деміржилікке ве бақыр оймачылықына кечкен. Оның ожалары олмады, әршені озе огренді. Ве ерішкен ноқтасында тоқталмаға истемей. Сейчас хочу такое-то классичное что-то, такое орнамент древа жизни на камень перенести, на белый альминский камень. Нет места. А в планах еще есть это, хочу это живописью, красками себя попробовать. Вот это, я думаю, это конечная моя. Это будет, это, иншаллах, если будет это, получится, это будет хорошо. Рифатаға оселлерінен hem азбараны, hem de evini yaraştırdı. Bu yerde sanki küçük muzeyde bulunған gibi olasın. Mında cezvenin adı var. Birisi kelin, ikincisi şuma, aluşta, çoban, koydeş ve dostum gibileri. Birisinin tekrarlanmaz örnekleri var. Formalarım ben böyle değiştireyim. Begineyim o çıkaran yufakça olsun, balabanca olsun. Ne adamlar da sorayım. Ma 200 gramlık gerek, ma 100 gramlık gerek, ma 1,5 litrelik gerek. Var olan soya, balaban 1,5 litrelik soya. Un toy cezbesi deyip adını koydum. Дар пөтевден сон Рифатаға туғанларынен отырмаға севе. Өз ұсталығыны яш неселге огретмеге арзу еткенini айта. Ойсының бақытлы ве зенгін инсан деп сая. Мен 3 kızım var. Ben bayağı. И бақытлы десем de olacak. Bu Allah bana torunlar verdi. Neme. Bunun evim var, sıcak evim var. Sevgen neme zenatım var. Салух Аллаға шүкір бар, бұл шилерін yapma. Fikirler var болен, что doğru fikirler bu işi yapmasıyım, niyet var, o где bu işi yaparım, inşallah bunu yaparım. А уже анда nasıl olsa olacak, her bu şey Allah'a қолына. Бақыр жезведе, әмді ачық атеште пішірілген ақықы қырым-татар хавесіні içіп бақмақ. Имкяны қиметледір. Ичімлікнің дады ве қоқысы ичбір кемсені ляхайт қалдырмас. София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Шымдылық бұл мәліматларының епісі еді. Сат 21 бұрбучоқта секеледжі қаберлер программасыны қачырманас бұзылы олыныз.